Қайырлы күн, менің есімім Назерке, мен сана орталығының негізін қалаушылардың бірі болып табыламын. Бүгінгі видеода біз Инстаграмда ақша табу жолдары туралы айтамыз, оның ішіндегі тура мамандықтардың өзіне тоқталатын боламыз. Ал алдығы бір пайдалы видеоларда біз осы мамандықтардан тыс басқа да ақша табу жолдары туралы айтатын боламыз. Енді мамандықтар жалпы Инстаграм дейді, SMM дейді, копирайтинг, таргетолог, тағысы бұның барлығы кімдер және олар не үшін керек? Осы сұраққа жауап берейік. Ең алдымен жалпы ең бірінші мамандықтардың бірі бұл копирайтинг. Копирайтинг деген бұл жалпы қазіргі заманда барлығы жазылған, барлығы Google'да бар, YouTube'да барлығы ақпарат бар. Дегенмен де біз оны толыққанды көшіріп алып, өзіміздің авторлық құқық бұл мен жазым деп айтуға құқығымыз жоқ. Сондықтан копирайтер мамандар әртүрлі тексттерді алып, оны жақсартып, оны басқа бір мүсін беріп, және ол текст сататындай болуын қамтамасыз етеді. Сондықтан жалпы егер сіз мектеп кезінде шығарма жазғанды жақсы көріп, жалпы жазғанда әртүрлі бір оқиғалары сізден өте оңай келсе, сіздің сондай бір қабілетіңіз болса, сіз копирайтер мамандығын игеріп алсаңыз болады. Жалпы кітаптарын оқып, немесе бір курсқа қатысып, кем дегенде 1-2 айдың ішінде үйреніп алғанның арқасында, кем дегенде егер сіз бір аккаунтты жүргізгеннің өзінде бір айда 40 000 теңгеден жоғары тапсаңыздар да болады. Ал жалпы ең қымбат копирайтердің айлығы бұл бір айда 1 миллион теңгеден де асатын жайттар бар. Және ол шетел мемлекетінде емес, осы Қазақстанда ең ірі компанияның копирайтері кемінде 1 миллион теңге табады. Екінші мамандық бұл дизайнер мамандығы. Себебі Инстаграм әлеуметтік желісі бұл визуалды, өте көркем, әдемі әлеуметтік желі болғандықтан барлығы сол бір әсемдікке тырысады. Бұл әсемдікті өз кезегінде дизайнер әдемі картинкалар, әдемі суреттер жасаудың арқасында, сол суреттер бір-бірімен үйлесімді болуын қамтамасыз еткеннің арқасында осындай бір нәтижеге қол жеткізе алады. Сондықтан Инстаграмда сіз өзіңіз егер мықты Photoshop секілді және басқа да бір көркемдеуші қосымшаларды білетін болсаңыз, сіз дизайнер ретінде жұмыс жасасаңыз болады. Үшінші мамандық бұл фотограф-контентщик деп аталады. Себебі біз жаңа ғана айттық, әлеуметтік желі ол визуалды деп, Сол себепті де тек қана Photoshop'тан жасалынған суреттер ғана емес, сонымен қатар шынайы фото, сіздің шынайы тауарыңыздың фотолары, мүмкін өзіңіздің фотоларыңызды қамтамасыз ететін осындай да мамандықты игеріп алсаңыз, Инстаграм арқылы ақша таба аласыз. Төртінші бұл таргетологтар. Себебі сіз өзіңіздің парақшаңызды әдемі жүргізіп, керемет посттар жазып, күшті бір фотолар салғанымен, оны егер таргетке беріп басқа адамдарға көрсетпесеңіз, онда сіздің парақшаңыз дамымайды. Сол себепті де қазір таргетолог мамандар үлкен сұранысқа ие. Таргетолог маман не істейді? Ол кісі, яғни әртүрлі сіздің нишаңызға байланысты, тауарыңызға байланысты, тура сізге қызығатын адамдарға сіздің жарнамаңызды көрсетеді. Яғни кез келген адамдарға емес, тура таргеттеген сіздің мақсатты аудиторияңызға сіздің жарнамаңызды көрсетеді. Сол себепті де жарнаманың бағасы төмен болып, сіз парақшаңызды жақсы дамытатын боласыз. Бесінші мамандық бұл аккаунт администраторы. Бұл кісі не жасайды? Көп жағдайда сіздің парақшаңызға дайретке келген сұрақтар көп болуы мүмкін, жазған пікірлерге кері жауап қайтару, жалпы оқырмандармен тығыз байланыс орнатып отыру. Себебі бұл өте маңызды. Егер де сіз жаңағы алдыңғы айтқан дүниенің барлығын жасап отырып, жарнамада беріп, ешқандай адаммен дұрыс танысып, кері жауап бермейтін болсаңыз, онда сіздің парақшаңыздың да охваты төмен түсе бастайды. Енді осы жағдайын түспеу үшін аккаунт администратор кері байланысқа жауап береді. Алтыншы мамандық бұл әрине SMM маманы. Бұл маман, мен сіздерге осыған дейін айтқан барлық мамандардың бір қосындысы, жиынтығы деп айтсақ та болады. Себебі көп жағдайда бизнес енді дамып келе жатып, өзінің инста парақшасын жүргізе бастаған кезде, оған 5-6 маманды бірдей ұстап отырған, ол үлкен қаражатты талап етеді. Сол себепті де көптеген компанияларға өзінің SMM маманы болғаны дұрыс әрі тиімді. Енді SMM маман бұл алдыңғы айтқан мамандардың барлығынан кішігірім болса да қасиеттерін өзіне сіңіріп, парақшаның жүргізілуіне толықтай жауапкершілік алады.
яғни постты да жазады, фотоларды да түсіреді, кері байланыс беріп отырады, сторис шығарады, яғни қарап отырсаңыздар, осының барлығының жиынтығы бұл бір SMM маманды жасап отыра алады. Қазіргі таңда HeadHunter болсын, OLX болсын, SMM маманына қатысты сұраныс өте үлкен. Дегенмен де сапалы контентті жақсы жазатын, Инстаграмды жақсы жүргізетін мамандардың саны өте аз. Сол себепті де біз арнайы 14 күннің ішіне Инстаграмды жақсы меңгеріп, қыр-сырын үйренетін керемет курс жасап шықты. Ол туралы толығырақ білу үшін міндетті түрде астындағы ақпаратты оқыңыз, бізге жазыңыздар, пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Біз сіздерге міндетті түрде жауап береміз. 7-ші мамандық бұл 2020 жылдағы тренд мамандық StoryMaker деп аталады. Себебі өзіңізге шын жауап беріңізші, сіз көбірек пост қарайсыз ба, әлде сторис қарайсыз ба? Сторис қазір көптеген адамның көбірек назарын өзіне аудартады. Сол себепті де ірі компаниялар көп жағдайда өзінің сторисін қызықты, әдемі, әртүрлі бір фишкалары болған қалайды да, бұған арнап арнайы мамандар іздейтін болды. Сондықтан сіздер осы мен атаған 7 мамандықтың кез келгенін тереңірек зерттеп, өздеріңіз Инстаграм арқылы ақша тауып бастасаңыздар болады. Бастамаңыз оңай әрі жеңіл болып, тиімді бағамен SMM маман атанып, ақша тауып бастағыңыз келсе, біздің 14 күндік Инстаграм арқылы жеке бренд қалыптастыр атты курсымызға шақырамыз. Бізге лайк басуды ұмытпаңыз, парақшамызға жазылыңыз және алдағы уақытта міндетті түрде басқа да пайдалы видеоларда жүздескенше.